ежелгі дүние тарихы. Ежелгі шығыс өркениеті тарихы кезеңі. Біздің заманымыздан бұрын 4-ші мыңжылдық пен біздің заманымыздың 5-ші ғасырға дейін аралығында. Хаммурапидің Вавилон мемлекетін басқаруы. Хаммурапи заңдары. Біздің заманымыздан бұрын 1792 және 1753 жылдар аралығында. Египет пен Хет мемлекеттері арасындағы әлемдегі тұңғыш бітім шарт. Біздің заманымыздан бұрын 1280 жылы. Ежелгі Рим тарихындағы республика кезеңі. Біздің заманымыздан бұрын 509-27 жылдар аралығында. Александр Македонскийдің билік етуі. Біздің заманымыздан бұрын 336-323 жылдары. Қытай аумағындағы алғашқы орталықтанған мемлекет Цин империясы. Біздің заманымыздан бұрын 221 жылы. Ежелгі Рим империясының батыс және шығыс бөлініп бөлінуі. Біздің заманымыздың 395 жылы. Батыс Рим империясының құлауы. Біздің заманымыздың 476 жылы. Орта ғасырлар. Франк мемлекеті мен меровингтер әулетінің негізгі қалаушы король Хлодвигтің билік құруы. 481-511 жылдар. Каталун шайқасы. 451 жыл. Ислам дінінің негізін қалаушы Мұхаммед пайғамбардың өмір сүрген жылдары. 570-632 жылдары. Киев Русі мемлекетінің құрылуы. 882 жылы. Салжұқтардың Кіші Азияны жаулап алуы. 11 ғасыр. Бату ханның шығыс Еуропаға жорығы. 1236-1242 жылдары. Ағылшын парламентінің құрылуы. 1265 жылы. Францияда бас штаттардың шақырылуы. 1302 жылы. Англия мен Францияның арасындағы 100 жылдық соғыс. 1337-1453 жылдар аралығында. Қытайда Мин әулетінің билік етуі. 1368-1644 жылдары. Тоқтамыс ханның Мәскеу қаласын басып алуы. 1382 жылы. Түріктердің Константинопольді басып алуы. 1453 жылы. Қайта өрлеу дәуірі. Англиядағы Алқызыл және Ақ раушандар соғысы. 1455-1485 жылдар аралығында. Англияда Тюдорлар әулетінің басқаруы. 1485-1603 жылдар аралығында. Христофор Колумбтың Американы ашуы. 1492 жыл. Лютердің 95 тезисін жариялап, индульгенцияға қарсы шығуы. 1517 жыл. Фернан Магеллан тұңғыш дүние жүзін айналып шығу саяхаты. 1519-1522 жылдар аралығында. Реформация нәтижесінде Германияда князьдер мен императордың арасында Аугсбург бітімінің жасалуы. 1555 жыл. Францияда Бурбондар әулетінің билікке келуі. 16 ғасырдың аяғы. Ағылшындық Ост-Үнді компаниясының құрылуы. 1600 жыл. Жапонияда Токугава әулетінің сегундарының билік етуі. 17 ғасырдың басы мен 19 ғасырдың екінші жартысы. Жаңа дәуір. Солтүстік Америкадағы ағылшындардың алғашқы тұрақты қонысы Джеймстаунның, яғни Виргиния, негізі қаланды. 1607 жылы. Ресейде Романовтар әулетінің билік құруы. 1613-1917 жылдар аралығында. Ағылшын буржуазиялық революциясының басталуы. 1640 жылы. Бірінші Петрдің патшалық етуі. 1682-1725 жылдар аралығында. Солтүстік соғыс. 1700-1721 жылдар аралығында. 7 жылдық соғыс, яғни Англия мен Франция арасында. 1756-1763 жылдар аралығында. Император Цянь-Лун еуропалықтардың Қытайға келуіне тыйым салуы. 1757 жыл. ақш-тың құрылуын жариялаған тәуелсіздік декларациясының қабылдануы. 1776 жыл. ақш конституциясының қабылдануы. 1787 жыл. Бастилияның алынуы. Француз революциясының басталуы. 1789 жыл. Францияда адам және азамат құқықтары декларациясын қабылдауы. 1789 жыл. Францияда Наполеон Бонапарттың императоры атағын қабылдауы. Бірінші империяның құрылуы. 1804 жыл.
19 ғасыр. Ресейдің Наполеон әскерлеріне қарсы отан соғысы. 1812 жыл. Лейпциг түбіндегі халықтар шайқасы. 1813 жыл. Вена конгресі. 1814-1815 жылдар аралығында. ақш-та Монро доктринасының жариялануы. 1823 жыл. Осман империясындағы Танзимат реформасы. 1839-1870 жылдар аралығында. Қытайдағы тайпиндер көтерілісі. 1850-1864 жылдар аралығында. Қырым соғысы. 1853-1856 жылдар аралығында. Бірінші Жапон-Американ келісімшарттарына қол қойылуы. 1854 жыл. Итальян корольдығының құрылуы. 1861 жыл. 19 ғасыр. Жалғасы. Ресейде басыбайлылық құқықты жою туралы манифест. 1861 жыл. ақш-тағы азамат соғысы. 1861-1865 жылдар аралығында. Версальда Герман империясы құрылуының жариялануы. 1871 жыл. Герман империясының конституциясының қабылдануы. 1871 жыл. Франция-Пруссия соғысы. 1870-1871 жылдар аралығында. Орыс-түрік соғысы. 1877-1878 жылдар аралығында. Берлин конгресі. 1878 жыл. Германия, Австрия, Венгрия және Италия аралығындағы үштік одақтың құрылуы. 1882 жыл. Жапония конституциясының қабылдануы. 1889 жыл. 20 ғасырдың басы. Орыс-Жапон соғысы. 1904-1905 жылдар аралығында. Алғашқы орыс буржуазиялық демократиялық революциясы. 1905-1907 жылдар аралығында. Антанта соғыс одағының құрылуы. 1907 жыл. Бірінші дүниежүзілік соғыс. 1914-1918 жылдар аралығында. Ресейдегі ақпан революциясы және қазан революциясы. 1917 жыл. Париждегі бейбітшілік конференциясы. 1919 жыл. Вашингтон конференциясы. 1921-1922 жылдар аралығында. КСРО-ның құрылуы. 1922 жыл. Түркия республикасының құрылуы. 1923 жыл. Әлемдік экономикалық дағдарыс. 1929-1933 жылдар аралығында. Германияда фашистік диктатураның орнауы. 1933 жыл. Екінші дүниежүзілік соғыс және кейінгі кезең. Жапонияның Қытаймен соғысының басталуы. 1937 жыл. Мюнхен келісімі. 1938 жыл. Өзара шабуылдаспау туралы КСРО-Герман пактісі. 1939 жыл. Екінші дүниежүзілік соғыс. 1939-1945 жылдар аралығында. Германияның КСРО-ға шабуылы. 1941 жыл. Сталинград шайқасы. 1942-1943 жылдар аралығында. Курск шайқасы. 1943 жыл. Тегеран конференциясы. 1943 жыл. Біріккен ұлттар ұйымының жарғысының қабылдануы. 1945 жыл. ақш-тың Хиросима мен Нагасакиге атом бомбасын тастауы. 1945 жыл. Қырғи қабақ соғыс дәуірі. Трумен доктринасы. Маршалл жоспары. 1947 жыл. НАТО-ның құрылуы. 1949 жыл. Кореядағы соғыс. 1950-1953 жылдар аралығында. Варшава келісімшарты ұйымының құрылуы. 1955 жыл. Суэц дағдарысы. Египетке қарсы 3 жақты басқыншылық. 1956 жыл. Францияда 5-ші республиканың құрылуы. 1958 жыл. Африка жылы. 1960 жылы. Адамзаттың ғарышқа тұңғыш ұшуы. Ғарышкер Юрий Гагарин. 1961 жыл. Кариб дағдарысы. 1962 жыл. Ядролық сынақтарды 3 ортада тоқтату туралы Мәскеу келісімі. 1963 жыл. 20 ғасырдың екінші жартысы. Варшава шартына қатысушы елдердің Чехословакияға әскерлерін енгізуі. Прага көктемі. 1968 жыл.
Пәкістан үнді соғысы 1971 жыл. Хельсинкидегі қауіпсіздік пен ынтымақтастық жөніндегі Еуропа кеңесінің актісі 1975 жыл. Иранда шаққа қарсы революция 1979 жыл. Ауғанстанға КСРО қарулы күштерін енгізуі 1979 жыл. Ирак-Иран соғысы 1980-1988 жылдар аралығында. КСРО-ның ыдырауы, ТМД-ны құру туралы декларацияға қол қойылуы 1991 жыл. Еуропалық одақтың құрылу туралы Мастрихт келісімінің жасалуы 1992 жыл. Шанхай ынтымақтастық ұйымын құру туралы мәлімдеме 2001 жыл. Араб көктемі, Египет, Тунис, Ливиядағы революциялар 2010-2011 жылдар аралығында.